объединяем народы всей земли, живя в гармонии, созидая свои пути. Старую систему в прошлом оставим, в борьбу за власть и ресурсы не вступаем. Искір жүйеден шығу. Әңгіме соғыстар, қақтығыстар және адамдарды үнемі қысқарту және бақылау арқылы өзін-өзі сайлаған элиталармен бірнеше рет қайта іске қосылатын және жұмысын жалғастыратын сандық өсудің жаһандық жүйесі туралы болып отыр. Бұл жүйе барлық адамдар өмір сүретін және жұмыс істейтін алгоритм болып табылады. Олар осы алгоритмді ұстанатын болса, сапаны дамытудың балама жүйесін құрмай және күшейтпей-ақ, олар өздерін басып құртады. Бұл әсіресе жасанды интеллект пен робототехниканың таралуымен маңызды болып отыр. Ескі жүйенің логикасында адамдар материалдық бәсекелестікке қатысушылар ретінде барған сайын қажетсіз элементке айналуда. Тек сапаны дамыту жүйесінде адамдар бәсекелестіктің рухани және интеллектуалдық саласына ауысалады. Содан кейін олар роботтар мен жүйе үшін бәсекелес болуды тоқтатады. Сондықтан сапаны дамытудың жаңа жүйесін құру және кеңейту, сондай-ақ әрбір адамның ескі жүйенің алгоритмінен жаңа жүйенің балама алгоритміне көшу мәселелері қазірдің өзінде жер бетіндегі адамдардың көпшілігі үшін өмір мен өлім мәселесі болып табылады. Басшылар деп аталатын адамдардан бәрін өздері жасайды деп күту, утопия және жердегі халық санын азайту жоспарларын жүзеге асыруға ғана әкелетін қауіпті ойын. Барлық әрекеттер дербес жасалуы керек, әсіресе осы мәселелерде. Ескі жүйеде адамға жасанды түрде ауыртпалық түсіріп, құлдыққа түсіріп, баламалы жүйе туралы ойлауға күші де, уақыты да жетпейді. Ол туған кезден бері бар бостандықтардан айыру арқылы қожайындар үшін мезгілсіз қайтыс болғанға дейін жұмыс істейді. Баламалы жаһандық жүйе және оның алгоритмі Искір өтпелі бағдарламасының сапаны дамытудың халықаралық жүйесі бөлігі ретінде DreamXNet порталында бұрыннан бар. Жаһандық сандық өсу жүйесінің ескі алгоритмін пайдаланушылардың қалауы бойынша өзімізді жоймай, осы балама алгоритмді пайдалану, оның төңірегінде бірігу және онымен өмір сүру ғана қалады. Ескі жүйеден шығудың нақты және тиімді тетігі пікірлестер қауымдастығында, яғни Искір қатысушыларында тәуелсіз әрекет болып табылады. Ескі жүйедегі адамдарды бақылау мен мәжбүрлеудің негізгі механизмі қарыз, сондай-ақ одан туындайтын ақша қаржылық механизм болып табылады. Сондықтан адамдарды қарыздан босатудан және ақша қаржы жүйесін біртіндеп Iron алгоритмімен EOSPOS, Iron DreamXNet ауыстырудан бастаған жөн. Бірте-бірте қарыздардан құтылып, ақша қаржы жүйесін пайдалануды тоқтатып, шығындарды бағалаудан адамдардың шығармашылық және сындарлы еңбегін шығынсыз бағалауға көшу қажет. Бұл жағдайда мейірімді немесе ақылды басшыларға емес, ең алдымен өзіңізге сену маңызды. Екі бағытты біріктіру, қарызды тәуелсіз өтеу және тауарлар бағаланған емес, өзара қолдау, бағаланбаған, алмасуға көшу, кеңейту рәсімі арқылы жүзеге асырылады. DreamXNet Awakening. Искірдің жаңа мүшелеріне жүйеге қалай кіруге болатыны туралы қосымша нұсқаулар мына жерден қолжетімді. DreamXNet Agent Brandfortune. Алгоритміміздің кеңейту бөлімінде жарнама берушілер деп аталатындар. Искір қатысушыларының кестесі берілген. Олар Искір дерек қорына енгізілген кезде өз қарыздарын дербес жоя алады. Бұл Искір оператор компаниясына баланстық жүктеменің артуы есебінен мүмкін болды.
55 Искір қатысушысы жарнама берушілер үшін қарызды 100 өтеу. Қырғызстан 33 адам. Қазақстан 10 адам. Ресей 12 адам. Жалпы есептелген қарыз 911 еуроны құрайды. Ол Искір операторынан қарсы несиеге айналдырылған. Қайтарылатын тікелей несие түріндегі жалпы 30 бастапқы жарна 24511 еуро. Искір оператор үшін есептелген тікелей несие түріндегі рейтингтік міндеттемелердің көлемі 1,11108 еуроны құрайды. 55,554 жаңа Искір қатысушыларынан бір адамға 20 еуро. Жаңа қатысушыларды сатып алудағы тіркеушілердің үлесі 111,062 еуроны құрайды. Қосымша құрылған шарттық бірлескен фирмалар саны 91. Қазақстандағы қарапайым жұмысшының жұмысына негізделген нақты мысалды қарастырайық. Нақты жалақы байларды қоспағанда қарапайым адам үшін айына 300,000-317,000 теңге, 470-520 еуро, бұл күніне 15-17 еуро. Искір алгоритмі арқылы жаңа қатысушылар тартылса, Искір тіркеушілерін ынталандыру үшін әрқайсысының тікелей несие сомасынан 2 еуро, 20 еуро ұсталады. Кіріс емес, Искір операторынан қарсы несие. Күніне 20 еуро табу үшін сізге 10 адамды тарту керек. Бұл ескі жүйе бойынша орташа күнделікті табыстан жоғары. Тіркеушінің көмекшісі болғысы келетін әрбір қатысушы осы 10 адамды тіркеушінің пайдасына олардың статикалық Искір нөмірін көрсетпестен және олардың шығынсыз белсенділік ұпайын арттырмай-ақ тартуы керек. Тіркеуші болу үшін тіркелудің екінші куәгері ретінде тұрақты Искір нөміріңізді көрсету арқылы қосымша 100 жаңа қатысушыны тартуыңыз керек. Бұл бағалаусыз бағалаудың өсуінен көрінеді, және әрбір жаңадан алынған тікелей несиенің 10 тіркеушіге түседі. Тіркеуші бола отырып, қатысушы. Қалған қарыздарыңыздың 30-ын жаңадан келгендерге тікелей несиелердің 10-дық үлесінен қалыптастырады. Шығынсыз қызмет деңгейіне байланысты қарыздарыңызды 100 өтеу кестесіне енгізеді. Басқа тіркеушілер тартқан тікелей несие сомасынан қосымша 8-18 алады. Осылайша, Искір жүйесіне қатысу мыналарға мүмкіндік береді. Ескі жүйе бойынша әдеттегі табыстан күніне немесе айына көбірек ақша алу. Кіріс емес, экономикалық тұрғыдан бейтарап және салық салынбайтын Искір операторынан қарсы несие алу. Жақын адамдармен қарым-қатынастан айырылмай, уақыт пен денсаулықты үнемдеу. Ескі сандық өсу жүйесінің алгоритмінен шығу және жаңа сапалық даму жүйесінің дамуын қолдау. Өзіңіздің және ұрпақтарыңыздың тұрақты және қауіпсіз болашағын қамтамасыз ету. Сандық өсудің ескі жүйесі адамдар арасында түсініспеушілік, реніш, түсінбеушілік тудырады. Бұған дейін кейбір белсенді қатысушылар карантинге орналастырылды, жүйедегі өзара әрекеттесулерді тоқтатады, бірақ дерекқордан өшірілмейді. Уақыт өте келе карантинге қатысушылар Искір жүйесіне қатысты зиянды әрекеттерге бармағаны белгілі болды. Сондықтан реніштер мен түсінбеушіліктерді қалдырып, оларды белсенді қатысушылар қатарына қайта шақырған жөн. Қазіргі уақытта біз жаһандық деңгейде тікелей өмір сүру және адамдарды құтқару туралы айтып отырмыз. Біз кеңейту тетігі аясында бірігіп, бірлесіп әрекет етуіміз керек. Бұл мәселені шешу үшін бізге әрбір адам, әсіресе бұрын өзінің әлеуетін, белсенділігін,
өз іс-әрекеті арқылы басқаларды жетелеу қабілетін дәлелдеген адамдар қажет. Бізге өзімізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Искр белсенді қатысушылар атынан. Искр операторының басшысы. Александр Вольдемарович Шмидт 25 наурыз 2026 жыл. Аударған Аканова Балблек Кажиевна, регистратор, координатор, Қостанай. Проекты развиваем, в процветание ведем, свет справедливости в каждом зажжем. Новый союз для всех нас создаем, где в назначенный час лишь свое обретем. Боль от сердца верных искрян, неся в своих рядах потери, но несмотря ни на что они искрят, осознанно в свой выбор четко верим. С искристого пути мы не свернем. Всех здравомыслящих мы за собой зовем. Песню послушай, человек,